Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен арнайы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы оқу бағдарламалары жайлы сөз қозғаймыз. Мүмкіндігі шектеулі балалардың мектепке дейінгі тәрбиелену мен білім алу құқығын мемлекеттің мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, оның ішінде арнайы мектепке дейінгі білім беру ұйымдары Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің 385 бұйрығына сәйкес қамтамасыз етіледі. Аталған бұйрықта көрсетілгендей, арнайы білім беру ұйымдарына арнайы оқу бағдарламаларын психологиялық, медициналық, педагогикалық тексеру, және кеңес беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары жатады. Арнайы бөбекжайлар мен арнайы балабақшалар түрлі санаттағы бұзылыстары бар балаларға және олардың араласқан тобына арнап ашылады. Ерекше білім беруді қажет ететін балалар тәрбиелеу және оқыту Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің 348-557-498 бұйрықтарына сәйкес жүзеге асырылады. Және тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы білім туралы Қазақстан Республикасының заңына 348 бұйрықтармен бекітілген білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес әзірленеді. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында оқу бағдарламасы меңгерілуі тиіс білім, біліктердің, дағдылар мен құзыреттіліктердің мазмұны мен көлемін айқындайтын бағдарлама болып табылады. Осының 4-ші тарауында жас кезеңдері бөліп көрсетілген, яғни бөбек жасы және мектепке дейінгі жас. Осы жас кезеңдеріне сәйкес білім беру бағдарламалары вариативтік, жеке, бейімделген қосымша үлгілік оқу бағдарламасы негізінде әзірленеді. Және бұл жерде үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнында айқындалған міндеттерге қол жеткізу, мектепке дейінгі ұйым таңдаған бағытқа және баланың білім алу қажеттіліктеріне сәйкес келетін мазмұн, тәрбие мен оқыту мазмұнының сабақтастығы және үздіксіздік қағидатын қамтамасыз ету, ұйымдастырылған іс-әрекет бойынша күтілетін нәтиже, тәрбиелеу мен оқытудың сынақтан өткізілген және бейімделген инновациялық әдістер мен технологияларын қолдануды қарастырады. Мектепке дейінгі білім берудің оқу бағдарламасының құрылымына түсіндірме жазба, баланың физикалық және психикалық дамуының сипаттамасы, мектепке дейінгі білім берудің мазмұны, тәрбиеленушілік даму көрсеткіштері енеді. Түрлі бұзылыстары бар балалар үшін үлгілік оқу жоспарына сәйкес арнайы түзетуші іс-әрекет арнайы педагогтың көмегімен жүзеге асырылады. Бұл жерде балалардың танымдық және зияткерлік дағдыларын дамыту, әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын қалыптастыру және коммуникативтік дағдыларды дамыту көзделген.